Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен өзім заказға алып жүрген сметаник пирогымен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығады, жасап көруге кеңес беремін. Барлық ингредиентті описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен ұнымыздың үстіне сары майымызды салып, жақсылап песочный тесто болғанша араластырамыз. Дайын болған тестаның үстіне бір шай қасық разрыхлителерді салып, тағы да бір араластырып жібересіздер. Жақсылап қолымызбен араластырғаннан кейін үстіне қантын қосып, тағы да қайра араластырасыздар. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, бір келкі болғанша тестаны жасайтын боламыз. Видеода көргендеріңіздей қолға жабыспайтын әдемі масса шығатын болады. Осы тестаны 30 минутқа холодильникке қойып қоясыз. Менде 30 минут холодильникте тұрды. Енді ең алдымен маған өзіме осылай ыңғайлы жан-жағындағы бортикін жасап шығамыз. Жан-жағына орналастырған тестаны қалыңдатпай, жұқа етіп орналастыратын болсаңыздар, піскен кезде жан-жағы қалың болмай, әдемі болып пісіп шығатын болады. Жан-жағын орналастырып болғаннан кейін қалған тестамен астыңғы бөлігінің барлығына орналастырып шығасыздар. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қаймақ, мендегі 15% қаймақ, магазиннің қаймағы, үстіне қантымызды, жұмыртқа және дәмін келтіру үшін мен ванилин қосамын. Енді венчиктің көмегімен тек қана 10-20 секунд қана араластырасыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ. Миксермен араластырмайсыздар. Венчик болмаса, вилканың көмегімен де араластыруға болады. Дайындап қойған тестамыздың үстіне салмамызды құйып, тек қана жартысын құйып аласыздар. Оның үстіне грецкий орехтарды орналастырып шығатын боласыздар. Орехтардың барлығын орналастырып болғаннан кейін қалған салмамызды үстіне құйып, қасықпен немесе басқа да заттармен үстін бір басып шығасыздар. Орехтардың барлығы төменге қарай түсіп тұруы қажет, бетіне шығып кетпеуі керек. Орех бетіне шығып кеткен жағдайда пирогтың беті жарылып, әдемі емес болып шығып кетуі мүмкін. Духовкаға 35-45 минутта дайын болады. Дайын болған пирогты тек суыған кезде формадан шығарасыздар. Егер де алдын ала формадан шығаратын болсаңыздар, қаймағы ағып кетуі мүмкін. Шамамен пирогтың суып тұруына 2 сағаттай уақыт кетеді. Қыздар, мен бұл пирогты заказға пісіріп дайындап жатқан болатынмын. Көргендеріңіздей ыдысына салып дайындап қойып жатырмын. Қазір менде клиент келіп алып кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.